Отбасы банк арқылы ипотека рәсімдеп үй алайын деп жүрсеңіз, соңына дейін көріңіз. Қазір маңызды бір ақпарат айтылатын болады. Отбасы банк арқылы екінші нарықтан, вторичкадан үй алайын деп жүрсеңіз, отбасы банкте залогта тұрған үйді де еш қиындықсыз рәсімдеп ипотекаға ала беруге болады. Бірақ бір ескере кететін маңызды моменті бар. Продавец, жаңағы сатушы, залогта тұрған үйін сізге сатып жатыр. Ол үйді сатқаннан кейін сатушы комиссия төлейтін болады. Ол қандай комиссия? Мысалы, 30 миллион теңгенің үйін алайын деп жатырсыз. Отбасы банкінде 10 миллион теңге қарызы бар. Сатушы сізге сатады, ипотека рәсімделеді. Отбасы банк жаңағы 10 миллион теңгені қарызын жабады да, қалған 20 миллион теңгені сатушының шотына аударады. Сол кезде 20 миллион теңгеден 0,95% комиссия ұстайтын болады. Почти 1%. 20 миллион теңгенің 1%-і 200 мыңдай комиссия шығатын болады. Осы моментті көп адамдар білмей қап жатып, жаңағы оформлениенің соңына таман бір-бірін түсінбей келіспеушіліктер болып жатады. Сол үшін отбасы банкте залогта тұрған үйді алмас бұрын сатушыға осы комиссия туралы ескертіп, санап бір көрсетіп алған дұрыс болады. Осы видеоны таныс туыстарға жіберіп қойыңыз ағайын, бір пайдасы болып қалады. Парақшада ипотека туралы пайдалы ақпараттар айтылады, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.